Ондығы да, бірлігі де бірдей сан, ол қай сан? Жарайсыңдар, 77. 77 санында 7 ондық, 7 бірлік бар екен. Ал енді келесі сұрақ. 5 ондықтан құралған сан. Ол қай сан? Жарайсыңдар, ол 50 саны. Енді осы екі санның моделін бірге құрастырайық. 77 санның моделі. 7 ондық, 7 бірліктен құралған. Тамаша. 50 санының моделі. 5 ондықтан құралған. Тамаша. Сендер екі таңбалы сандардың моделін құрастыру жайлы білімдеріңді есте түсірдіңдер. Балалар, енді оқулықтарындағы бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Бұл сендердің сыныптас достарың Әли мен Ая. Енді Аяның қолындағы жазбаға назар аударайық. Екі таңбалы сан ондықтар мен бірліктерден құралады. Сандардағы ондықтар мен бірліктердің сандардың атауларын айтып көрейік. 5 ондық, 1 бірлік. Ол қандай сан? Әрине 51. 8 ондық, 5 бірлік. Ол қандай сан? Өте жақсы, 85. Енді екі таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады екен. 51 санын 50 мен 1-дің қосындысы түрінде жазамыз. Ал 85 санын 80 мен 5-дің қосындысы түрінде жазуға болады екен. Жарайсыңдар балалар, енді есептеу үлгісіне мұқият қарайық. 23. Бұл 20 және 3 саны. Демек, 20 мен 3-дің қосындысы 23-ке тең. Енді 23 санынан 3-ті азайтамыз. 23 ол 2 ондық, 3 бірлік. Одан 3 бірлікті азайтамыз. Сонда 2 ондық немесе 20 шығады. Енді 23 санынан 20-ны азайтамыз. 23 ол 2 ондық, 3 бірлік. Одан 2 ондықты азайтамыз. Сонда 3 бірлік қалады. Жаңағы есептеу үлгісіне қарап, мына тапсырманы бірге есептейік. Балалар, 60 пен 7-нің қосындысы 67-ге тең. 67 саны 6 ондық 7 бірліктен тұрады. 7 саны 7 бірліктен тұрады. 7 бірліктен 7 бірлікті азайтсақ 0 болады. Сонда 6 ондық, яғни 60 қалады. 67 саны 6 ондық 7 бірліктен тұрады. 60 саны 6 ондықтан тұрады. Енді 6 ондықтан 6 ондықты азайтсақ 0 болады. Мәні 7 бірлікке тең. Қосу амалына азайту кері амал. Демек, қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтсақ, бірінші қосылғыш шығады. Яғни 67-ден 7-ні азайтсақ, 60 шығады. Енді қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Екінші қосылғыш шығады. Яғни 67-ден 60-ты азайтсақ, 7 шығады. Енді осы үлгіге сәйкес келесі өрнекті өздерің орындап көріңдер. Енді 50 мен 4-дің қосындысы 54. 54 пен 4-дің айырмасы, бұны табу үшін 54 санда 5 ондық 4 бірлік бар. 5 ондық 4 бірліктен 4 бірлікті азайтамыз. Сонда 5 ондық немесе 50 болады. Ал 54 пен 50-дің айырмасын табу үшін 54 санын жіктейміз. 54 5 ондық 4 бірлік. Демек,
5 ондық 4 бірліктен 5 ондықты азайтсақ, 4 бірлік шығады. Балалар, енді оқулығымыздағы 4-ші тапсырмаға мұқият қарап, ереже құрастырайық. 35 пен 2-нің қосындысын табу үшін 35 санын ондықтар мен бірліктерге жіктеп аламын. 3 ондықты жазып аламын, және де бірліктерге бірліктерді қосамын. Сонда 30 санына 5 пен 2-нің қосындысын қоссақ, 37 шығады. Енді балалар, естеріңде ме? Қосуға қандай амал кері амал еді? Азайту амалы кері амал болатын. Сондықтан да енді 37 санынан 2-ні азайтып көреміз. 37 санын ондықтар мен бірліктерге жіктеп аламыз. 30 санын жазамыз, және бірліктен бірлікті азайтамыз. 30 санына 7 мен 2-нің айырмасын қоссақ, 35 шығады. Сонымен қандай ереже шықты балалар? Бірліктерге бірліктерді қосады, бірліктерден бірліктерді азайтады. Балалар, енді экранға мұқият қарап, берілген өрнектерді жылдам есептеп көрейік. Енді өздеріңнің жауаптарыңды салыстырып көріңдер. 20 санына 3 пен 5-тің қосындысын қосқан кезде жауабы 28. 30 санына 7 мен 2-нің айырмасын қосқан кезде жауабы 35 болады. 40 санына 8 пен 2-нің айырмасын қоссақ, 46 болады. 30 санына 2 мен 7-нің қосындысын қоссақ, 39. 50 санына 6 мен 4-тің айырмасын қоссақ, мәні 52. 20 санына 2 мен 6-ның қосындысын қоссақ, мәні 28. Сендерде де осындай жауап шықты деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, оқулықтың 13-ші бетіндегі 4-ші тапсырмасын үйден мұқият орындаңдар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. 2 таңбалы сандардың разрядтық құрамы бойынша қосылғыштарға жіктеуді сендер бүгін үйрендіңдер. 2 таңбалы сандардың разрядтық құрамын пайдалана отырып, есептеулерді орындай білдіңдер. Бүгінгі тақырыпты сендер жақсы меңгердіңдер деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.